Красный бархат тортын жасаймыз. Мискамызға 2 жұмыртқа мен шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Өлшеніп алған айранымызға 1 қасық краситель салып, жақсылап араластырып, ішіне 1 чайный ложка сода қосамыз. Енді сухой смесімізді дайындаймыз. Өлшенген ұнға разрыхлитель мен какаомызды салып араластырып қоямыз. Енді миксерленген жұмыртқамызға жұмсақ майымыз бен сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Айранымыз осылай көпіруі тиіс. Енді біртіндеп мискамызға айранды құямыз. Енді сухой смесіміздің барлығын салып, миксерлейміз. Енді формамызды қысып, пергаментімізді дайындап аламыз. Осылай 4 пергамент дайындаймыз. Дайын қамырымызды 4 пергаментке теңдей бөліп саламыз. Духовкаға 200 градусқа 15 минутқа қойып аламыз. Коржымыз осылай болып піседі. Кольцоның көмегімен артық жерін кесіп алып тастаймыз. Кесіп алған артық қамырларын алып, блендерге салып, үгітеміз. Дайындап қойған кремімізді теңдей 4-ке бөліп, кулактарға салып қоямыз. Енді тортымызды жинаймыз. Торттың жан-жағы бөлінбес үшін пергаментті төсеп аламыз. Видеодағыдай қылып тортты жинаймыз. Сыртындағы крем бір тегіс болғаны қажеті жоқ, себебі біз үгіткен крошкамызбен сәндейміз. Жан-жағына төгілген крошкаларды сырып алып, пергаментімізді абайлап аламыз. Сол кезде тортымыз тап-таза ұқыпты болып шығады. Енді қалауымызша сәндейміз. Мен құлпынайдың көмегімен сәндеп шықтым.